сол білімін ары қарата жоғарылатып, Москвада білімін жалғаған, бүгінде өзі сондай Ақбаян, Томирис деген атпен белгілі болып жүрген Гүлсара анамыз Нұржамал әпкемізге бір үлкен сый құрметімен келіпті. Сол анамызды ортаға шақырсақ. Қара бауыр қасқалда қайдан ұштың пыр-пырлап сазын қалды сәбидің еңбегіндей былқылдап қара бауыр қасқалдағы Ассалаумағалейкум, қалың қара естен шықпай өте жақсы көретін қазағым, Жамбыл еліндегі өңшең Майталман өте жақсы көретін ер азаматтарымыз, аналарымыз, аға сіңлілеріміз, біздер аман болыңыздар. Сіздерге жақсы болса, бізге де жақсы болады. Сіздердің көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болса, біз де сіздердің еңселеріңізді көтеруге тырысамыз. Қазір енді жағдай неше түрлі болып жатыр, білесіздер ғой. Бірақ біз аналық қалпымызды ұмытпауымыз керек. Сол бір анамызда қалпымызды менің жерге тастамай, жетімсіретпей. Осы қызымыз менімен бірге Тереңөзекке барды, шүкір Аллаға деймін. Сол себептен бұл кісінің 60 жылдығына елей тұрам, өзімнің шын ниетімменен міне қанша бір ай болды осыны сақтап, өзіне менің көзім болсын, Ақбаянның тағы біреусі болсын, жалғаса берсін деп сый тапсырып отырмын. Балаларымыздың көзі жерге түсіп қалмасын, оларды біз жақсы көреміз, бала шағамызды елейміз, олардың қай-қайсысы болса да біздің артымыздағы тамырларымыз ғой деген ойменен елеп, оларға бүгін қолымнан келгенше сый құрматымды алып келдім. Соны берейін деп едім, рұқсат болса. Ой, рахмет. Ақбаяндар өлмесін, Ақбаяндар жалғаса берсін. Томирис, мен сияқты Гүлсаралар көбейе берсін. Барлықтарыңыздың денсаулықтарыңыз мықты болып, мен осы денсаулық саласында жүрмін өзімді 98 жылдан бері. Шүкір Алла. Мақтанғаным емес, 100-ге жуық медалім бар, 5 орденім бар. Шүкір Алла. Керемет. Содан кейін бұл финалс туғаннан тиктокта қазір көбейіп кетті, тиктокшылар. Соның ішінде қаланың кейбір аналары шығып жатыр. Баян сияқты, Дариға сияқты қолдаймыз оларды, бірақ олар имандылық тұрғыда жұмыс істесе жақсы болар деген ойда едік. Бірінші, қай адам болса да аузым майласа, ісін алға жүреді, дұрыс па? Орамал берсе, олар айғайламай-ақ сөйлеп, бүкіл қалың қазақ оларды көтеріп кетеді. Сол себептен сондай да жағдай жүріп жатыр. Мен енді сөздің іс емес едім, істің ісімін. Мен өлейін деп жатқан адамды мақтанғаным емес, өлтірмеймін. Жасын бостырам, қанша адамды жаздым. Жол барыстай жолың бола берсін. Осы жағдай мен өзім суретшімін, мүсіншімін. Бірінші шыққан өзім сол кездегі 5-6 жыл бұрын салған суретім еді. Соны естелік ретінде тағы бір балаға берейін. Міне мына бала көмектесіп жатыр, осы балаға берейін. Ақ кілемдей осылай, одан ары қарай жұмысын, тірлігін істей берсін, көтеріле берсін деген оймен беріп тұрмын.
Қайырымдылық жасаудан жалықпайтын Гүлсара ханым халықтың ыстық ықыласы мен сеніміне бөленген. Қашанда көмекке мұқтаж адамдарға қол ұшын созуға ұмтылып тұрады. Сын сағаттарда көптен көмегін аямайды. Әтсе де жасап жатқан жақсылығын жарнамалаудан аулақ. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын демекші, осындай азаматтардың еңбегін елеп, өзгелерге үлгі етіп, оларға ақпараттық қолдау көрсетудің маңызы зор. Муртазина Гүлсара Суазовна ханым бізде 2020 жылдан бері обслуживаниеда, яғни біздің компаниямыздың ашылуынан бастап каждый ай сайын налогтардың барлығын вовремя оплачивает, және де ешқандай қиындық туғызбаған, документтерін, отчеттарын барлығын вовремя тапсырады, және де өте ұқыпты документтеріне, өз ортасында өте қадірлі адам, мақтан тұтатын адам, және де еңбекшіл, өз ісінің шебері, өте мейірімді жан. Дүйім жұртқа демеу көрсетуге асық тұратын, күйбен тіршілікте қиналғанға қорған болып, жан жағына шуағын шашқан абзал азаматтарымыздың қажыр қайраты мұқалмай, ізгі істері алдағы уақытта да жалғасын таба берсін. С Гульсарой Суазовной наш технический центр сотрудничает уже много лет. Между нами заключен договор на техническое обслуживание ее кассового аппарата версии онлайн. Раз в месяц она приезжает к нам для ТО своей кассы. Мы проводим тестирование, диагностику кассового аппарата. Все документы, что касается именно ведения кассовой книги, Z-отчеты, всегда находятся у нее в прилежном состоянии, что характеризует ее как человека аккуратного, прилежного, добросовестного и пунктуального. Ең әуелі дәрігерсіз бе, әлде емшісіз бе? Дәрігер емшімін. Емшілік қырыңыз туралы айтайықшы, сізде қандай қасиет бар? Қасиетті сұрамайды. Алла өзі біреуге былай береді, біреуге былай береді. Гүлсара ханым, ары қарайда дәл осылай қайырымдылықпен айналыса бересіз бе? Ол менің миссиям ғой. Ана жұмысымнан басқа оны жалғастырмасам болмайды ғой. Дүниеде ел алғысына бөленуден артық сый жоқ. Қамқорлыққа зәру жандардың қамқоршысы болып, жылы сөз, жүрек жылуын ұсынып, ізгілік нұрын шашып, сый сияпат көрсетіп жүрген Гүлсара Суазқызындай жомарт жандардың қатары көбейе берсін.